Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында өз ісін ашып ары қарай дамыту жеңілдеді. 2019 жылы жас кәсіпкер бастау бизнес бағдарламалары бойынша 3115 облыс тұрғыны бір айлық курстан оқып шығып, олардың 1887-сі қайтарымсыз гранттарға ие болды. Жобаның ерекшелігі үш элементтен тұрады. Бірінші оқу әдістемелік өткізу, негізі кәсіпкерлік негізі бойынша. Одан әрі сопровождение проекттерді қолдау көрсетіледі. Және қаржылай қолдау жағынан. Қатысушыларға 100-200 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі қаржы беріледі. Ал мемлекеттік бағдарламаға қатысам дейтіндерге бірнеше талаптар қойылады. Біріншіден бастау бизнес жобасы қатысатын қатысушылар талаптар бар. Ол біріншіден жұмыссыз азаматтар және өзін жұмыспен қамтыған азаматтар қатыса алады. Олар әрбір ауданның кәсіпкерлер палатасының немесе жұмыспен қамту орталығына барып өтуге болады. Жастар 29 жасқа дейін, 18-29 аралығында НИТ санатындағы жастар және де өзін жұмыссыз жүрген жастар қатыса алады. Бизнестің қыр-сырын үйрететін оқыту курсы наурыз айында басталады деп күтілуде. Бір ай бойы кәсіби мамандар түрлі тренингтер өткізіп, бизнесті тиімді жүргізуге үйретпек. Айта кету керек, оқыту курстарынан өтетін әрбір студентке 17 000 теңге көлеміндегі шәкіртақы қарастырылған. Асем Айтолла, Азамат Елубаев, Первый Северный.